Сіз ұстаз болып, музыка академиясында дәріс бересіз шәкірттерге. Сіздің алдарыңызда Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп шәкірттер дәріс алып жатыр. Біз білеміз енді, сіз өзіңіз негізі мына Көкбөгүйдің отаны Орда, Батыс Қазақстан өңірінен болсаңыз да, сіздің репертуарыңызда мына еліміздің кең байтақ отанымыз Қазақстанның оңтүстік, шығыс жақтарындағы Шертпегүй мектебінде үлкен қалай деп айтсақ, шебер орындаушы деп біледі сізді. Сондықтан мына Шертпегүй мектебінің ішінде мына Әбікен Қасеновтың кең тараған қоңыр күйінің шығу тарихын айтып, соны бір орындап берсеңіз. Әбікен Қасенов деген ол қай жерде туып өскен, қоңыр күй неге арналған, осыны халыққа түсіндіріп бірінші айтып өтсеңіз, сосын соны орындап берсеңіз. Мынау қазақтың аспаптық күйшілік өнерінде мынау арқа күйшілік дәстүрі ерекше орын алады. Соның көрнекті уәкілінің бірі, оның негізін қалаушы, оның ең шыңына жеткізген сол Тәттімбет болып саналады. Сондықтан да арқа мектебін ауызға алғанда бірінші ойға келетіні және негізгі басында тұратыны осы Тәттімбет бабамыз болады. Осы Тәттімбеттің шәкірттері, көптеген күйлері осы бүгінгі заманға жетіп, оның Ізбасарлар, Қыздарбек, Сембек, тағы да көптеген Әбди деген сияқты. Сосын солардан осы кейінгі толқын мынау Әбікен арқылы. Біздің замандасымыз, біздің заманымыздың күйшісі ғой. Біздің заманымыздың күйшісі Әбікен арқылы жеткен. Бірінші осы арқа күйшілік өнер дегенде біздің ауызға түсері осы Әбікен болып саналады. Өзінің сол өнерінің қас шебері, бұл кісі бұның өнері соны Әбдиден бері жалғасып келе жатыр. Сол көптеген Тәттімбеттің күйлерін бізге жеткізген. Өзі де біраз көп күйл тартқанмен, бірақ өзі жалғыз осы бір бізге халыққа танымал қоңыр деген күйі осы бізге жетіп отыр. Бұл күй сонау 30-шы жылдардың зобалаңында біздің зиялы қауымдар репрессияға ұшырап, елге бір зұлмат келген уақыт қой, Сталиндік. Сонау 28-ші жылғы Кампескіден бастап, оның бер жағында 30-шы, 31-ші жылдардағы қуғын сүргін, халықтың небір үлкендігішілі толқындар, толқын наразылық елері болып шарпып өтті. Соның соңғы несі осы 37-ші жылғы репрессия осы. Саяси қуғын сүргін, зиялы қауымдар. Соның ішінде осы 37-ші жылғының зиялы қауымдардың ішінде осы Сәкен Сейфуллин бастаған, соны Ахмет Байтұрсын, Тұрар Рысқұлов, Әлихан Бөкейхан, Жанша қазақтың арыстары ғой бұлар. Осы Мұхамедовтар сол 37-38 жылдары осы Әбікеннің кезінде осы Сәкен Сейфуллин ұсталып, атылып кетеді. Сол Сәкен осы Әбікенмен көп өзі замандас, көп дос қарым-қатынастар болған кісі. Сонда атылғаннан кейін осы Әбікенге күй тартуға тыйым салынып, сонда Әбікен осы Сәкенге арнап, сол кездегі осы зиялы қауымдарға арнаса да керек, өзі көзімен көрген кісі болғаннан кейін осы қоңыр деген күйді тартқан. Соларға өзінің өнерінен қойған ескерткіші ғой. Орындап берсеңіз. Әбікен Қасеновтың күйі қоңыр.